Kalkan ayıldı. Kantarın karayıldı da arada tuğ. Kırkını Yürütümüz yok. Зал қалай қолдап жүрген үйінің түрі мынау менікі құлауға тұр. Оның қасында новый үй салынып, оған документ жоқ, ол үйдің ешқандай бітпей тұр. Осы үйді қазір сіздерге қайтарып бер деп жатыр ма? Қайтарып бердік бізге сол неге залогқа салып қойып отыр документ. Үйінің бәрі түсіп өтіп тайғақ кішкене. Мен адвокат Ипатов Бебек Керімсекелевич. Осы іс бойынша бізде сотталушымыз 93 жылдан бастап сол қожашылықта жылқышы болып жұмыс істеген. Обвинение бойынша оған бас жылқыны ұрланып кетті деп берген. Алайда қазір біз толығымен қосымша дәлелдер ұсынғаннан кейін тек қана бір бас жылқы жоғалып кеткенін анықтап, сот оны қазір қосақлардың 189 бабынан 4 бөлігінен 1 бөлігіне түсіп, сол. Жалпы 100 жылқы емес, бір жылқы ғана жоғалғанда сонда? Жалпы қазір дәлел бойынша тек қана бір жылқы жоғалып тұр. Негізі 100 жылқы жоқ. Сізге өзінің осында керемет жылқысын сыйға тартып жатыр. Өз атымнан бір жылқы атадым осы кісіге. Мінекей дәл осындай керемет жылқы Рахат ағамызға Алиба мырзаның атынан, машалла, өте керемет сыйлық деп ойлаймыз. Арнайы сәлемдемемен Астанадан ат жанашыры Алиба деген мырза бар, ағамыз бар. Сол кісі сізге өзінің осында керемет жылқысын сыйға тартып жатыр. Сіздің жағдайыңызды көрді, естіді. Алиба мырзаның атынан, достарының атынан 1 миллион теңге қаржылай ақшалай ата. Ата, жыламаңыз ата. Алиба мырзаның достарының атынан. Достарының атынан сізге арнайы 1 миллион теңге ақшалай. Тек жақсылыққа жұмсаңыз аға. Қой болсын. Енді сіз видеоңызды көріп, уайымдап, кішігірім қолдау болсын деп, менің атынан болғанымен мен жай себепкермін аға. Ауырмаңыз, шаршамаңыз, бұл сізге сыйлық. Құдай қаласа, Астанаға қонаққа келіңіз. Қыдырамыз Астанада, көкпарға барамыз. Аман болыңыз, шаршамаңыз. Қылмыстың Алладан қайтсын. Амин, амин, амин. Не расстраивайтесь, ата. Бәрі жақсы. Бәрі зор, бәрі жақсы. Бүкіл Қазақстан халқы сізге сәлем айтып жатыр. Бәрі сізді қолдап жатыр аға. Аман болыңыз.